Сәлем достар, бүгінгі тақырып қаржылық IQ-дің әсері. Әр адам кез келген уақытта өзінің қаржылық табысын арттырғысы келеді. Қаржылық табысты арттыруға деген қызығушылығы көп болады. Сондықтан бүгінгі сабақ сіздер үшін. Мысалы, бір адамдар болады, мен көп жұмыс жасаймын, бірақ неге табысым аз, немесе қаншалықты бұл бір қалыпты табысты қалай арттыруға болады дегендей сұрақтар туындап жатады. Ол неге ондай болады? Яғни қаржылық IQ-дің әсері өте жоғары. Ол не екен, қазір алдағы видеода білетін боласыз. Жалпы қаржылық IQ-дің 4 деңгейі болады екен. Ол қандай деңгейлер екен? Ол эмоционалды деңгей. Оның бәрін қазір сіздерге бөліп айтып беретін боламын. Менталды деңгей, рухани деңгей және физикалық деңгей. Осы 4 деңгейді сіз ретке келтірсеңіз, сіздің қаржылық IQ-іңіз артып, сіздің табысыңыз еселене түседі. Эмоционалды деңгейіміз, яғни сіз эмоционалды деңгейіңізді бір қалыпқа келтіріп алсаңыз, ол сіздің қаржылық сауаттылығыңызды арттыра түседі. Яғни қазіргі таңда көп жарнама деп айтып жатамыз, көптеген бір маркетологтардың бір қақпандары көп болып жатады, көрген нәрсемізді алғымыз келіп қалып жатады. Инстаграмда бір магазинді көріп қалсақ, оның жаңағыдай затын сатып алып кеткіміз келіп қалады. Тағысын тағы. Яғни біз ол жерде санамызға, ақылымызға тосқауыл боламыз да, эмоцияларымызға беріліп кетеміз. Вау, өте әдемі, вау, алғым келеді, осындай болып кигім келеді, осылай жүргім келеді дейтіндей эмоцияға көп берілеміз де, эмоцияның салдарынан осындай ойламаған жерден, саналы түрде ойламаған жерден бір сатып алуларды жасап қалып жатамыз. Сондықтан эмоцияларды басқарып, маркетологтардың қақпағына түспей, саналы шешім қабылдап үйрену керек екен эмоционалды деңгейде. Ал менталды деңгей дегеніміз, яғни адамда өзінің бір ойлауы болады, көптеген бір өзінің бір ұйғарымдары, тұжырымдары болады, өзіне өз сенімді бір стереотиптері, установкалар болып жатады. Ол көбінде кей жағдайларда адамның тұлға болып дамуына, оның деген барынша өзін жан-жақты көрсетуіне, жан-жақты креативтілігін танытып, табысты еселенуіне кедергісін келтіріп жатады екен. Сондықтан оның ақшамен байланысты негативный установкалар, мысалы айтады ғой, ата-аналарымыз, көп ақша табатын адамдар, олар жаңағы жаман жолмен табады, коррупциямен айналысады, немесе тағысын басқа да бір жаман әрекеттермен айналысады дегендей балалық кезден осындай бір установкалар беріп тастайды. Ол установкалар біздің менталды деңгейімізде қатып қалады да, ары қарай біздің дамуымызға кедергісін келтіріп жатады екен. Сондықтан эмоционалды деңгейімізді реттеу, менталды деңгейдегі установкаларымызды реттеу арқылы біз қаржылық сауаттылығымызды арттыра түседі екенбіз. Рухани деңгейде көбінде біз келіп тұрған ақшаға, келіп тұрған қаржыға бір блок қоятындай кездер болады. Кейде жаңағыдай бір келуге жақын болып қалған дүниелерді біз рухани тұрғыда өмірімізге келуге рұқсат бермейміз. Қой, ол маған, ол ақша маған керек па, шынымен де алсам дұрыс болмай қалмай ма, негізі мен қате жасап жатқан жоқпын ба дегендей, бір сондай бір ойлармен ақшаның келуіне біз кедергі жасайды екенбіз рухани деңгейде. Біз өмірде ақша көп екеніне адам сенуі қиын. Қалай ол көп болады? Жаңағыдай көп ақша табу мүмкін емес, көп ақша болмайды, көп ақша тек алаяқтарда болады, қылмыскерлерде болады дегендей осындай бір сенбеушіліктер бұл рухани деңгейдегі біздің қаржылық сауаттылығымызды тежейді екен. Табысты болуға деген сенімді қалай ол табысты болуға болады? Таңертеңнен кешке дейін жұмыстамын, ол жұмыстан қалай кете аламын дегендей, таланттарым бар ма, жоқ па, өзімді дамыта аламын ба дегендей сұрақтарға деген сенімсіздік болады да, рухани деңгейде адам қаржының келуіне өзінің бір кедергісін келтіріп жатады екен. Ендеше физикалық деңгейде дегеніміз қандай екен? Ол деген қоршаған ортаның сапасын арттыру. Яғни сіздің кез келген қимылыңыз, кез келген қозғалысыңыз ақшаға айналдыру. Яғни кейде болады, біз деген
бір нәрсені жасап береміз де, ой жоқ, оның бір ақысы керек жоқ, мен былай жасап бердім, немесе ақысына осындай көп дүние керек емес, ақысына бір жаңағыдай единица құйып беріңіз деп та, или немесе бір қалай енді бір болады ғой, ақысына ештеңе керек емес деп сіздің кез келген әрекетіңізге ақы алмау физикалық деңгейде сіздің қаржылық табыстылығыңызға кедергі болады екен. Сондықтан сіз өзіңізге өзіңіздің бағаңызды біліп, өзіңізге деген құрметіңізді көрсетіп, біреуге бір қандай да қызмет жасаған жағдайда оның ақысы бар екен, ол сіздің біліміңіз, немесе икеміңіз, немесе қолыңыздағы өнеріңіз ақша тұратынын физикалық деңгейде сіз дамытуыңыз қажет екен. Көрдіңіздер ме, құрметті оқырмандар, қаржылық IQ-ді көтеру арқылы қаржылық табысқа жетуге болады. Ол табысқа жету үшін осы қаржылық IQ-дің 4 деңгейін ретке келтірген кезде, яғни 4 құбыласын теңестірген кезде сіздің қаржылығыңыз, сауаттылығыңыз артып, қаржылық зиятыңыз артып, сіздің ақша табуға деген енді өте қатты жеңіл деп айтпақ қояйын, енді оңай ақша жоқ қой, дегенмен кедергісіз бір жаңағыдай успешно дейін да, табыс табуға бір өзінің әсерін тигізеді екен. Сондықтан осы 4 деңгейді ретке келтіріп алсаңыз, мышленияны өзгерту арқылы қаржылық потокқа жол ашу, ол сіздің қолыңызда. Мышление дегенде адамның ойлауы, ең бірінші адамда ой туындайды. Менің қолымнан келеді, мен жасай аламын, немесе жасай алмаймын, менің әкем осындай болған, мен де сондай боламын, біздер олай артып кетпейміз, байымаймын, мен тағы дегендей кері мышление, ол да сіздің қаржылық потокқа жол ашуға кедергісін келтіреді екен. Сондықтан всегда адам позитивті тұрғыда, жағымды тұрғыда, менің қолымнан келеді, жасап көрсем, еңбектеніп көрсем, әрекет жасап көрсем, мақсат қойсам, мен жасауым әбден мүмкін деп өзіңізді өзіңіз сендіру арқылы жол ашуыңызға әбден мүмкін. Енді мен сіздерге осындай тапсырма беріп өткім келіп отыр. Өздеріңіз жасап қараңыз. Бұл мышленияны жөндеуге, жаңағы деңгейлерімізді арттыруға өзінің бір септігін тигізеді. Бірінші тапсырма моделирование деп айтылады. Көбінде мен енді орысшадан қазақшаға терминдарды аудармаймын, өйткені мағынасы кетіп қалып жатады. Моделирование, яғни модельдеп жасап көру. Ол қандай тапсырма екен? Сіздер маған ешқандай есеп бермейсіздер, өздеріңіз үшін осы тапсырманы жасап көрсеңіздер болады. Қазіргі таңда, мысалы, сіздің айналаңызда қандай адамдар бар, қандай адамдармен араласасыз, соның тізімін жазып шығыңыз. Қазіргі таңда бүгін сіздің айналаңызда қандай адамдар бар, бүкіл кімдер бар, туғандар, туысқандар, достар, көршілер, тығыз араласатында, құрбылар, әріптестер, тағы бүкіл адамның тізімін жасап шығыңыздар. Одан кейін сол адамдарға анализ жасап көріңіздер. Қаншалықты ол адамдар табысты, қаншалықты ол адамдар успешный, қаншалықты ол адамдардың жаңағы деңгейлері, 4 деңгейі қандай сапасы қандай 4 деңгейінің, қаншалықты қаржылық IQ-ның деңгейі жоғары, сол туралы өзіңізге анализ жасап көріңіздер. Олардың өмірі сізге ұнай ма? Мысалы, біреулер жылап отырады күнде, мысалы, ойбай, күнде зат қымбаттап жатыр, нан қымбаттап жатыр, ұн қымбаттап жатыр, үкіметтегілер қарапайым халықты ойламайды, олар өздерінің қарнын тойдырса болды, бұл өмір деген білмеймін қалай болатынын, ертеңгі күніміз не болатынын, тағы дегендей негативті установкалары көп па, аз ба, қараңыз, олардың өмір сізге ұнай ма, сондай өмір сүргені? Сол адамдар сияқты сіз өмір сүргіңіз келеді ма? Осы сұрақтарға жауап беріп көріңіз. Егер бір сұраққа жоқ деп жауап берсеңіз, онда сіздің өзгеретін уақытыңыз, жоғарыда айтылған 4 деңгейді арттыру уақытыңыз келді деген сөз. Бұл бірінші тапсырма. Ал енді екінші тапсырманы орындап қараңыз. Сіз танитын айналаңыздағы қандай адамдармен араласыңыз келеді? Сіз болады ғой, осы адамдармен аралассам ғой, осылармен бірге жүрсем ғой, осы адамдардың қасында жүрсем мен табысты болатын сияқтымын дейтіндей, өзіңіздің айналаңыздағы
сіз өзіңіз араласқыңыз келетін адамдардың тізімін жасаңыз, иә, қандай адамдармен араласқыңыз келеді, қалай олармен араласу жолдарын табуға болады. Енді қараңыз, осы уақытқа дейін сіз бір қалыпта болсаңыз, алдағы уақытта өзгеру үшін сіз бір әрекеттер жасауыңыз керек. Күнделікті өмірдегі жасап жүрген әрекеттеріңізден өзгеше әрекет жасаған кезде сіздің өміріңізде өзгерістер пайда болады. Енді сол адамдармен қалай араласу жолдарын табуға болады, қалай араласуға болады, не істеуге болады ол үшін, оларға қалай подход жасау керек, сол туралы ойлап қараңыз, иә. Ол адамдар не істейді күнделікті өмірде, не жасайды да, күнделікті өмірде қалай әрекет жасайды, таңертең нешеде тұрады ол адам, кімдермен араласады, қалай өз күнін жоспарлайды, не істейді, не қояды, осының бәріне жауап беріп көріңіз, иә. Қалай шешімдер қабылдайды, иә. Олар қандай бір идеяны жүзеге асырады, иә. Ол идеяны жүзеге асыру үшін қандай шешімдер қабылдайды, тағы осы сұрақтарға жауап беріп көріңіз, иә. Табысты адамдармен араласып, өзіңіздің қылықтарыңыз, ойыңыздың өзгергенін байқайтын боласыз. Егер сіз табысты адамдармен араласқан кездер мүлдем сіздің ойлауыңыз өзгереді, сіздің мінезіңіз өзгереді, сіздің поведение деп айтамыз ғой, поведенияңыз өзгереді, ойыңыз өзгереді де, сіз адамдармен араласу арқылы, табысты адамдармен араласу арқылы қажылық IQ-іңізді арттыратын боласыз. Мысалы, мынандай бір не бар ғой, психологияда эксперимент деп айтам ба, сіздің айналаңыздағы 10 адам табысын қосып қараңыз, иә. Мысалы, сіздің айналаңызда досыңыз біреу 100 мың теңге табады, басқа бір досыңыз 20 мың теңге табады, біреу 30 мың теңге табады дегендей, 10 адамның табысын қосыңыз да 10-ға бөліңіз. Сол сіздің орташа өзіңіздің табысыңыз болып табылады. Яғни бұл экспериментпен айтқым келіп отырғаны, айналаңызда табысты адамдар болған сайын сіздің табысыңыз